Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 10-шы сабақ. Бұл кісі суретші. Этот человек художник. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Дарын, талант, үнемі, постоянно, тұлға, личность, туынды, произведение. Суретке қара, посмотри на картинки и прочитай вместе со мной. Менімен бірге оқы. Суреттегі Әбілхан Қастеев, атақты суретші, известный художник. Бірінші сурет Әбілхан Қастеевтің түрксіб суреті. Екінші Әбілхан Қастеев музей үйі. Бірінші тапсырма. Диалогты тыңда, сұрақтарға жауап бер. Мәтінді оқы, прочитай текст и ответь на вопросы. Әбілхан бала кезінен сурет салуды жақсы көрді. Әбілхан с детства любил рисовать. Бала кезінде ағаштан, тастан, адамдар мен жануарлардың суретін салған. В детстве, используя камень и дерево, он рисовал людей и животных. Ол таудың, жайлаудың, жануарлардың мүсінін жасаған. Он делал скульптуры гор и животных. Әбілханның қылқаламмен салған көптеген суреті бар. Есть много рисунков, которые он нарисовал. Ол табиғат көріністері мен портреттер салды. Он рисовал портреты. Алғаш салған туындылары, первые его произведения было түрксіб, мектеп, ұлы тұлғалардың, великих личностей, жас абай, Шоқан Уәлихановтың. Әбілхан Алматы, Мәскеу қалаларында оқыған. Он учился в Алмате и в Москве. Ұстазы оған бояу мен қылқалам сыйлаған. Его учитель подарил ему краски и кисть. Ол танымал дарынды суретші. Он известный, талантливый художник. Әбілхан Қастеев атақты суретші болды. Он стал известным художником. Бірінші сұрақ. Әбілхан Қастеев кім? Әбілхан Қастеев атақты суретші. Ол кісі туралы не білесің? Ол табиғат портреттерін салды. Әбілхан Қастеевтің қандай туындысы бар? Қастеевтің түрксіб, мектеп, жас абай, Шоқан Уәлиханов туындылары бар. Екінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте диалог по ролям. Анашым, мына суреттерге қараңызшы, өте әдемі, деді Әли. Анасы: я балам, бұл Әбілхан Қастеевтің туындылары. Ол кісі атақты суретші, деп жауап берді. Маған түрксіб ерекше ұнады. Менің де сурет салғым келеді. Әбілхан Қастеев секілді сурет салғың келсе, көп оқып, сурет салып үйрену керек. Қастеев ұлы тұлға. Әрине анашым, мен сабақты жақсы оқимын, сурет салуды үйренемін. Айналайын, ақылдым менің. Онда ертең бейнелеу өнері үйірмесіне жазыламыз. Жарай ма? Әли қуанып: алақай, мен де суретші боламын, деді. Мама, посмотрите на эти рисунки, очень красиво, сказал Али. Мама: да, сынок, это произведение Әбілхана Қастеева, он великий художник. Мне особенно понравился түрксіб. Я тоже хочу рисовать. Если ты хочешь рисовать так же, как Әбілхан Қастеев, то надо много учиться. Учиться рисовать. Қастеев – великая личность. Конечно, мама, я буду хорошо учиться. Научусь рисовать. Умничка. Тогда завтра запишемся на кружок рисования, хорошо? Али, обрадовавшись: ура, я стану художником. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточий вставь правильные слова. Мысалы, например, Әбілхан Қастеев атақты суретші, бейнелеу өнерінің негізін салушы, үлкен тұлға. Төртінші тапсырма. Төмендегі әріптерден сөз құрастыр. Сол сөздерді пайдаланып шағын әңгіме құра. Составь правильные слова. После составь текст. Маленький рассказ. Бірінші сөз талантты, екінші суретші, үшінші тұлға, төртінші әдемі, Қастеев, бесінші сөз. Бесінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Вставь правильные буквы. Менің суретші болғым келеді. Табиғатты бейнелегенді ұнатамын.
Анамның суретін салғанды ерекше жақсы көремін. Түрлі түсті қалың қарындаштарым, бояуларым бар. 6-шы тапсырма. Суретші болу үшін не істеу керек? Сызбаны толықтыр. Ойыңды дәлелде. Что надо сделать, чтобы стать художником? Дополни диаграмму. Есте сақта. Прочитай и запомни. Әбілхан Қастеев атақты суретші. Менің де суретші болғым келеді. Ол кісінің түрксіб деген атақты туындысы бар. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.